Тек қана біздікі ғана дұрыс, қалғанның барлығы ол қате. Қайырлы күн. Біздің қолдау орталығына келіп түскен сауалда әлеуметтік желідегі әрбір контенттің дұрыс-бұрысын қалай анықтаймыз дейді. Иә, интернетті ашып қалсаңыздар, екінің бірі дін туралы айтқыш болып кетті. Оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін қалай анықтаймыз? Біріншіден, егер айтып жатқан адамның бейнеролигінде тек қана біздікі ғана дұрыс, қалғанның барлығы адасқан дейтін болса, онда сақтану керек. Біріншіден. Екіншіден, сізді қоғамнан және дәстүрлі ортадан, отбасынан, жергілікті имамдарды тыңдаудан сізді алшақтататын болса, ондай контенттардан сақ болған абзал. Өйткені асыл ислам діні бөліну емес, бірлікке, ынтымаққа шақырады. Сондықтан дінді қандай болмасын, діни ақпаратты эмоциямен емес, біліммен, біліктілікпен ресми ақпараттарға жүгінген абзал.